бөлінеміз. Аты молекулалық әдіс арқылы топқа бөлінеміз. Ол үшін сіздер кез келген бағытта емін-еркін қозғалыс жасауларыңыз керек. Сосын мен айтам 1, 2, 3, 4 деген кезде жұптасып отырасыздар. Мен айтқан сан бойынша. Давайте топқа бөлінейік. Ал сіз қозғалыс жасаймыз. күнделікті өмірде сабынның бізге пайдасы жаңағы бізге қолымызға келген бактериялардан жаңағы жұмыс істегеннен кейін қолымызға түсетін бактерияларды тазалауға көмектеседі. Яғни ол бізге салауатты өмір салтына және де күнделікті тазалықты ұстанымымызға жақсы әсер етеді. Дұрыс па балалар? Және де ең бір керемет қасиеті ол кірді, зақты тазалайды. Мына айтқанға жарқырайды, тағы да. Синтетикалық жуғыш заттар қандай заттар білесің? Күнделікті өмірде жуғыш заттар не деп ойлайсың? Мысалға, киім жуатын қоптақтар, немесе ыдыс жуатын қоспаларда болған барлық синтетикалық жуғыш заттар ашты деп ойлаймын. Және де күнделікті өмірде жуғыш заттар қандай күйде кездеседі? Сұйық және қатты күйде. Ұнтақ және қаттыны сақтаған түрі. Келесі айғаным, сіз сабынның күнделікті өмірде қолдану туралы ойыңызды айтыңыз. Сабынды барлығы қолданады. Оны химиялық әдіспен тапқан, оны күнделікті. Мысалы, далаға шығып келді, әжетханадан кейінде қолымызды жусақ та бүкіл бактерияларды кірді, кетіреді. Және су, мысалға, феррийді алсақ болады, оны майлы ыдысқа салып, мысалы, бактерияға салып қойып, одан кейін феррийді бір тамызсақ та, ол бүкіл бактерия жан-жаққа шашыратады. Кірдақтары дейді, май дақтар, кірдақтар. Саяқты әдетте ыдыстарды жуған кезде оның май, сосын кейін кірлерін біз кәдімгі жылы сумен, ыстық сумен кетіре аламыз ба? Жоқ. Міндетті түрде бізге жуғыш заттар керек болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз сабын және синтетикалық жуғыш заттар екен. Тақырыбымызды жазайық, бүгінгі күнде жазамыз. Қолдарыңызға берілген парақтарға өздеріңіз жазып отырасыздар. Бүгін мамырдың 11-і жолмен өңделіп, жолмен алынады. Сабындарды біз екіге бөледі екенбіз. Қандай? Сұйық сабын және қатты сабынымыз, иіс сабындарды айтамыз және кір сабындарды айтамыз. Бүгінгі сабақты біз осы білгім келеді, білемін және білдім деген осы әдіс арқылы біз сабағымыздың ортасында бекітеміз. Сабын және синтетикалық жуғыш заттар мақсаты оқушыларға сабын және синтетикалық жуғыш заттар туралы қосымша мәліметтер беру, сонымен қатар күнделікті өмірде қолдану дағдысын қалыптастыру. Алған білімімізді күнделікті өмірде пайдаланып, функционалдық сауаттылығымызды ары қарай дамытуға жаңағы кір дақтарды, сонымен қатар түрлі дақтарды кетіру үшін қолданылатын сұйық қандай? Сабындар. Сабын алу үшін қандай реакция қатысады екен? Сабын алу үшін натрий гидроксид немесе натрий карбонатын қосып не істейміз? Қыздырамыз. Яғни май плюс натрий. Сабын алу реакциясы арқылы біз сабындар аламыз. Көз алдарыңызда тұрғандай сабынның түрлі түрлі түсті сабындар тұр. Мысалы, қатты киімдерімізді, олардың дақтарынан құтылу үшін біз не істейміз? Сұйық сабынды немесе сабын ұнтағын пайдаланамыз. Ыдыстарды жуу үшін біз сұйық сабындарды қолданамыз. Ал кір сабындарды көбінекей қатты дақтар тұрып қойған кезде, баланың киімін жуған кезде, өйткені қатты кір сабыны химикаты аздау. Ал енді сұйық сабынды ол мәнерлеп жасайды, ол бізде кішкене
химиясы көбірек. Енді ары қарай винтограммасы арқылы сабын мен синтетикалық жуғыш қандай айырмашылығы және ұқсастығы бар. Түстік парақтарымыздың келесі бетіне винтограммасын сызамыз. Сосын кейін ұқсастығы мен айырмашылығын жазайық. Сіздер ұқсастығын жазыңыздар, сіздер айырмашылығын жазыңыздар. Ал сіздер екеуін де қарастырыңыздар. Қанекей уақыт қасиеттерін зерттейсіздер. Олардың несі? Ақышын қасиеттері химиялықта не істейді? Жақсы Яғни біз онда сұйық сабынның барлығы суық суда болсын, жылы суда болсын, жақсы еріді. Яғни ол синтетикалық деген сөз жасанды жолмен алынады. Ал сабын дегеніміз біз оны бұрынғы заманда ертеректе осы сабынның түр-түрі шықпаған кезде оны біз ата-бабаларымыз қалай пайдаланған? Алаботан күннен сабыныздан. Өздері қолдан жасаған. Қолдан жасаған. Химиялық ол кезде химиялық заттар. Алаботан олар деген оның күліне не қосады? Оның күліне сүйектер майын қосады. Дайын болсаңыздар қолдан. Алақандайымызды бір-бірімізге тиістіреміз. Жарайды. Сабынның ұқсастығын берілген. Бізде бірінші ұқсастығы екеуі де химиялық зат. Екіншісі екеуі де кірбақтарды алады. Үшіншісі екеуі де біздің күнделікті өмірде қолданамыз. Төртіншісі екеуі де тазалықты береді. Бұл бізде синтетикалық сабын мен кір сабынның ұқсастықтары болды. Ең керемет ұқсастығы олардың сыныптастарымыз айтады, екеуі де кір заттарының кетуге арналған әмбебап сұйық заттарын. Салауатты өмір салтымызды сақтаудың бірден-бір жолы тазалық. Толықтай кетуге бола ма тағы да? Нұрай, сіздің пікіріңізше? Айтамыз. Сабын және синтетикалық заттар біздің тазалығымызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстануға жақсы көмегін тигізеді. Және де біздің денсаулығымызды сақтауға үлкен себеп тигізеді. Біз жас болып жүрсек, ол біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізсе, ал таза болып жүрген кезде ол өзімізге жақсы әсер етеді. Тағы да тазалық саулық келтіреді дегенде болған жоқ әлі. Нұрдәулет, сіз не дейсіз? Сіздің пікіріңіз? Айта алыңыз. Тазалық, денсаулық келтірген сабын бізге күнделікті өмірде өте жақсы көмектеседі. Тазалыққа біз бактериялардан өте жақсы. Микробтарды, түрлердің барлығы микроб пен бактериялар келеді. Қолымызды жумасақ не болады? Бактериялар өте қолымызда жиналып болады ғой. Жиналған заттар одан біз тамақ ішкен арқылы өзіміздің ағзамызға өтеді. Сол себепті біз оларды сумен шайып арқылы және сабынмен жуу арқылы қолымыздағы бактерияларды жұламыз. аяңдыдан құтыла аламыз. Келесі Батыржан, сіздің ойыңыз? Баластарма. Қысасты сабын. Бері қарап айтыңыз. Қысастығы бактериялар микробты егіледі жояды. Және де тазалық өмір салты қалыптастырады. Және де екі сабынның бір-бірінен бағаларында айырмашылық бар ма? Әрине бар. Соны неге айтасыздар? Синтетикалық сабын бізде қымбатырақ келеді кәдімгі сабынға қарағанда. Өйткені ол жерге химиялық заттарды көп қосылған. 85%, 75% деген не онда сыртында тұрған? Кір сабын сыртында 75%, 80%. Апай, күштілі болған ол. Мысалы, бензин жасауға неге барамыз ғой? Заправкаға. Сол кезде бензин жасайтын сурет тұрады. Ай 92, 95, 80, көбісі 92 қояды. Неге 80 қоймайды? Өйткені ол жердегі бензиннің тазалығы жоғарыға сайын сапасы. Мысалы, сен жақсы киім киген кезде, онда сен қымбатырақ киім. Арзанырақ киім алайын десем, онда соған байланысты сапасы да сондай.
Сол үшін синтетикалық рұқсаттармен кәдімгі сабындардың айырмашылығын енді ары қарай тағы да осы группадағы сыныптастарымыз не істейді? Ары қарай топқа қарап сөйлеуіміз керек, үйренуіміз керек, өйткені көптеген балалар Бізде айырмашылығы, яғни сабыннан синтетикалық жуғыш-заттардың айырмашылығы. Синтетикалық жуғыш-заттар көбіне сұйық түрде кездеседі, ол кір алғыштық қасиеті суда жоғары жақсы ерейді. Ал ең үлкен минусы ол жасанды, яғни химиялық жолмен көбіне алынады, бірақ та ол қолдануға тиімді және хош иісті болады. Бізде химиялық синтетикалық сабынның пайдасына қатар зияны да өте көп. Біздің мысалы ыдыстар жуған кезде осы синтетикалық сабындарды қолданамыз, бірақ ол сабында ыдыста қалып кетуі мүмкін осы синтетикалық сабындар. Оны біз сол арқылы өзіміздің ағзамызға кіргіземіз. Құрамында бесі сол ыдыста қалып қалады да сол ыдыста. Ол үшін оны көбірек сумен жуғымызға шайға тура келеді, сол себепті су бір жағынан ысырап болады. Айтқан сыныптастарымызға не істейміз? Ой пікірі болып өткеннен кейін синтетикалық жуғыш-заттар мен жай сабынның айырмашылығы. Синтетикалық жуғыш-заттар көбінесе жай сабынға қарағанда сұйық кездеседі. Ол жай сабынға қарағанда майды кірді жақсы кетіреді және суда жақсы ериді. Сонымен қатар оның химиялық күштілігі өте зор болғандықтан оның бағасында да айырмашылықтар бар. Синтетикалық сабын мен жай сабынның айырмашылығы. Синтетикалық сабын мен синтетикалық сабын жай сабынға қарағанда оның бағасы да қымбат болып келеді, себебі оның химиялық заттары артық және де күнделікті өмірде қандай сабынды қолданған дұрыс деп ойлаймыз. Әрине жай сабын өйткені ол адамға қатты зияны жоқ, химиялық заттар одан аз болып келеді. Химиялық заттар емес, біз оны былай айтамыз. Химиялық құрамы жағынан, сосын кейін қасиеті жағынан, суда ерекшілігі, тығыздығы, сосын кейін жаңағы формуласы, құрылымдық формуласы қандай. Мысалы біз бағана айттық қой, сабын алу версиясы маймен жоғары дәрежедегі гидроксидтерді қосу әдісі арқылы алады екенбіз. Біз осы екі топ арқылы түйіндеген затымыз әрқашан сабындардың бірінші құрамына байланысты, сосын кейін суда ерікшілік қасиетіне байланысты және күнделікті өмірде қолданысы адамның ағзасы үшін қандай маңызы бар? Ары қарай. Бекзат. Синтетикалық жуғыш-заттар құрамы күрделі, синтетикалық қосылыстары өте көп. Және сабынның артықшылығы кальций тұздар суда жақсы ериді. Және де ол май мен кірді өте жақсы алады. Ода химиялық қосылыстар өте көп болады. Сондықтан біз өзіміз өмірде кәдімгі сабындарды пайдалануымыз қажет. Апай, мен осыған бір қоса кетсем. Апай, мен мына күнделікті өмірде сабынды қолдануымыз керек дегенге келіспеймін. Себебі бізде сабын ала алмайтын да бактериялар болады ғой. Сол жерге біз синтетикалық сабындарды қолдануымызға болады. Мен осыған келіспеймін. Ол дүние жуған кезде. Ол кір жуған кезде. Кір жуғаннан басқа жағдайларда ғой. Әркімнің өз ойы Бірінші топқа келгенде біз синтетикалық затпен жумбаймыз. Ал енді Апай, мен айтып кетейінші. Синтетика. Яғни синтетикалық жуғыш заттар, олар тақтада көрсетілгендей құрамы күрделі синтетикалық қосылыстар, сабыннан артықшылығы кальций тұздар суда жақсы ериді және кір алғыш қасиеті кірмек жоғары болады. Ол синтетикалық жуғыш заттар ұнтақ және сұйық түрде келеді. Ал сабын қатты түрде болады. Екеуі де кірді жақсы алады, бірақ синтетикалық жуғыш заттарды қолдану ыңғайлырақ деп ойлаймын. Себебі ол кірді жақсы кетеді. Жұмыс, яғни екі жаңа сабынның түрінде, мысалға сұйық сабын мен қатты түрде кездесетін сабындардың ортақ несін және айырмашылығын айтуға берілді.
Бірінші ортақ несін айтатын болсақ, екі сабынның да жаңағы қолданылу мақсаты бір, яғни екеуі де кірді бактерияны кетіруге қолданылады. Және жаңағы екі топтың айтып өткені бойынша, талқылаған жұмыс бойынша сабынның жаңағы зиянды және зиянсыз кездері әртүрлі жағдайларда қолданған кезде біз сабынның жаңағы қорғаныс үшін, жаңағы ол бізге кері әсер тигізбес үшін біз қауіпсіздік несін де ескеруіміз керек. Қауіпсіздік шараларын ескеруіміз керек. Ал екеуінің несі айырмашылығына келетін болсақ, жаңағы екі сабын біреу мысалы сұйық түрде кездеседі, яғни ол сұйық түрде кездесетін сабындар біз көбінесе ыдыс аяқ жуғанда қолданамыз. Және де шампунь болса, өзіміздің денемізді басымыз жуған кезде қолданамыз. Ал қатты түрде кездесетін сабындарды алатын болсақ, мысалға кір сабынды біз киім кешек, қатты қалып қалған дақтарды жуу үшін, қолмен кетіру үшін қолданамыз. Келсеңіз бе? Және де екі топтағы сыныптастармен бірге ойларын ақырай қайын де. Бізде екеуінің ұқсастықтары екеуі де тұрмыс тіршілікте қолданылады, үй тұрмысында қолданылады. Және де екеуінде де химиялық заттар, қоспалар қосылады. Бұл екеуі бізге тұрмыс тіршілікте өте тиімді. Біз онымен дақтарды кетіреміз, қалып қалған бактерияларды кетіреміз. Сол себепте екеуінің ұқсастығы өте бірдей болып келеді. Ал айырмашылығы біреуі қатты күйде кездеседі, кейбіреулері сұйық күйде кездеседі. Қатты күйдегі сабын суда қайтеді? Суда ерімейді. Жақсы ерейді ме, ермейді? Жоқ, ерімейді. Ақыр не дейді? Баяу ерейді. Ал сұйық тез таралып, көп жей бастайды. Және кір суларды бет алға түспеге береміз бе? Экологиялық ортаның бұзылуына жол бермеуіміз керек. Суларды бет алға төкпеуіміз керек. Оны арнайы өз төгетін орнына төгуіміз керек. Ол жасыл өсімдіктерге өте зиян. Сол себепті біз кір суларды істейміз. Арнайы орындарға бекітілген орындарға натрий металы иондар болады, ал сұйық сабында калий металы. Мысалы, суды ішеміз, шөлдеп келеміз, шөлдеп жүгіріп келеміз ыстықта, суды ішіп жесек рахаттанып, шөліміз басқа қалады. Ал зертханадағы дистилденген суды біз ішеміз, шөліміз қандай өйткені, оның құрамындағы біздің ағзамызға қажетті иондар жоқ, натрий жоқ, калий жоқ. Ол мүлдем тазартылған су. Ал біз зертханалық жұмыстарды крандағы біздің кез келген кабинеттегі суды алып жасай бермейміз. Өйткені оның құрамында көптеген иондар бар. Біздің зертханалық жұмысқа ол кері әсерді тигізуі мүмкін. Сол себепті арнайы мынандай токпен дистилденген суды сақтайтын бочкалар бар. Сол жерден алып крайнигін ағызып істете береміз. Оны зертханалық апайлар жоғары оқу орнына барғанда сонымен жұмыс жасайсыздар. Түсінікті ме? Сонымен қатты сабынның құрамында не болады? Натрий құрамында калий болады. Өткен шақ білемін, келесі сабақта мен білгім келеді. Түсінікті ме? 3 шақ бойынша жасай аламыз. Соны түйіндейік, сабағымызды бекітейік. Бұл тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін тек қана біз сіздердің ойларыңызды қорыту негізінде, білу негізінде келесі сабақта біз тағы да бұл сабақты және де қарастырамыз сіздермен. Үйге тапсырма алуды не істейсіздер? Біліп жазып үлкендерден сұрақ, өзіңіздің үй жағдайында қол жетімді сабынды қалай өндіруге болады? Ақбота, сіз интернет желісі арқылы тапқан ақпарыңызбен бөліссеңіз ғой? Бөлісейін. Қай жылдары шыққанын, өзімнің интернет желілерден алған ақпаратын жайлы айтып өтейін. Сабын өндірісі бұдан 6000 жыл бұрын шыққан. Археологтар ғылымдарын дәлелдеуі бойынша
Сабын адам баласын ертеден белгілі екен туралы Рим дәрігері Гелия шығармаларында жазылған. Оны көп мөлшерде өндіру 19 ғасырда сол тәсілі пайда болғаннан кейін жедел өркендеген. Орта ғасырларда сабын өндіру жөнін Мертин порты қаласы аты шықты. 19 ғасырда ортасында сабын тек ақсүйектерге ғана белгілі болған. Қазақ арасында сабын сөзі одан әлі де қайда ерте пайда болған жайлы мысалдар бар. Мысалы, Бұқар Жырау 1968 және 1991 жылғы өлеңдерінде қара қойдың терісін сабындап жусаң ағармас деген мысалды айтуға болады. Және де сабын сөзі өзімізге белгілі араб тілінің сабун деген сөзінен шыққан. Шығу тегі жағынан сабын сонда араб тілінен сабон деген сөзден келіп шыққан, не? Көрдіңдер ме? Сабағымыз аяқталды, үй тапсырмасына бей жағдайда сабынды әзірлеудің, өндірудің жолдарын зерттеп, сосын кейін сыныптастарымызбен бөлісеміз. Және де осы өтілген тақырыпты конспекттеріміз, соңында ортақ келеміз. Рахмет, назарыңызға.